Сәлем достар, қалайсыңдар? Домалақ бастар, сопақ бастар деп қойыншы, қалдарыңыз қалай болып жатырсыздар? Мен бүгін мант жасауға кірістім. Баршымды дайындап, бір шетке қойып, енді наныма кірісіп жатқан бетім. Нанымды елеп, ұн, тұз, су үшеуімен қатты ғып нанымды елеп жатырман. Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа демекші, мен тестаны осылай істеп, әркім әрқалай істейді ғой. Енді картошкамды фык еткізіп тұрып, оған фаршқа салып қостым. Үстіне бұрыш, одан кейін тұз, екеуін қосып, жақсылап араластырып, шетке қойып қойдым да, фык еткізіп тестамды алып, жайып алдым. Жайып алған тестамды осылайынан төрт піштеп жылдамдатып, кесіп, дайындап алдым да, фык еткізіп, уже дайын болған мантыларымды осылай табаққа майлап алдым да, табаққа тізіп, менің мына жерде ұлым жағаласып, менімен бірге жанталасып тұр. Осылайына 45 минуттың ішінде пісатын, менің мантым 5-ақ минуттың ішінде пісса, бізге ас болсын.